алатын тәтелер мынаның әдемілігін көрдіңіздер ма? Бірақ өз әдемі болғанмен бұлар сол сіздерге 480. Мына дүкенде 600-ден 1 теңгем сатылмаған жың жібекке көз бірме-бір қолмен қойылған, қалқым. Өнен кейін мына пасондарын 280. Мына менің үстімдегі 480. Мынаны да киіп берейін. Ал мынау қазақи қараста бар, бұл 388, қыздар көрдіңіздер ма? 280, 380, 480. Аралықтағы парықта. Бүтін чүншогөн кістелген. Мынадан біреуін алып қойсаңыз, әлгі 2 жылдан 8 жыл деген бір жыл бар ғой. 40 жыл тозбайтын киімдер ғой. Әр қандай жерге киіп барасыз, өте әдемі шыққан. Бой 1.40 деген. Ал енді мына қазақидың қарасынан да бар, мынаның мен мына қызылын бір киіп берейін сіздерге, күрең қызылын. Қарасы жасылдар бар, мына біреуін ғана кейін әзір уақыт жоқ. Мына ішімдегі мына былың-былың юбка 35-тіке қалқым. Мынауым 199 жібек. Міне, мынаның мен әзір 3 ай кісін кидім қалқым, мына бүкенін. Міне. Бұларды қыста кие бересіздер, мына жағасына бір азырақ әлгі киімдеріңіздің жүндері болса қойып білем, кие берсеңіз болады. Киім сіздікі болғаннан кейін иыққартып аласыз ба? Киім салғышыңызға салып шіртіп етесіз ба? Киесіз ба? Кимейсіз ба? Өзгертесіз ба? Сіздің еркіңіздегі әңгіме ғой. Соған қалай киіңіз келсе солай киіңіздер міне. Көрдіңіздер ме? Мына ғой енді шөмпенжің алмай әрқандай жерге барсаңыз қазақ екеніңізді айтып беретін киімдер міне. Ерекше пәз ұлттық киімдер. Өнен кейін мынау. Бір таңғаламда бір Жуанбайдияннан алдым марка пәлен. Осы әкеңіздеші марканы мен берем. Осы әкеген киімдерімді бүтін маркалар бірақ маған өзгеледі қалтасымен. Марканы айырым мен чаптайым, мен кейде ерініп чаптағаннан. Осы Гуанчжудан келген киімдермен қояйым. Құқтыңыздар ма? Соған мына марка деген көз басым сенбеймін. Неге десеңіз бүтін заводты көріп біз контролы марка жүр жигі ченна. Сізге киім жараспаса не керегі бар оның? Міне. Мыналарды міне 280-ден қып бергенім, міне. Көрдіңіздер ма қыздар? Мынау ғой өте адди шыққаны, анау 480 міне. Мынау да қайырма жаға шыққан. Енді әлгі былың-былыңды жақсы көретін адам бар, жақсы көрмейтін адам бар. Міне. Көрдіңіздер ма? Міне қыста бір қар жауғанша қыста да үстіне әйбет үлпілдеген жағаларды қойып тұрып киіп алсаңыздар өте мәдени шыққан киімдер қалқым мынау. Үлпілдеген жағадан бар ғой, қойсақ болмай ма? Мына бүйтіп қойып кисеңіздер де керемет әйбет, Гуанчжудан қайтып келдім, қалқым. Бүгіннен бастап даусым жаман, түрім жаман болса да бақ-бақ естем де естіп отырасыздар, енді амал жоқ.